Сәлем достар, мен сізге бүгін әпкеммен болған қорқынышты жагдайды айтып берем. Бұл екі часть болады ғой дейм, или даже бір часть болады ғой дейм. Өйткені ол қысқалау, қысқа деп айта алмайсың, ұзын деп айта алмайсың. Короче, үйде мамам мамамның туған әпекесінің үлкен қызы бар. Сол кезде оның жасы примерно нешеде десем болады. Онда айтпақшы. Ол 2023-те болған. Әпкем қазір 12-де. 13-ке толады. Бір күні әпкем екеуміз, кетіп бара жатпаймыз ба деймін ғой. Мамам бауырым ұйықта қалды, я. Одан кейін бауырым ұйықта қалған үйде. Үйде мамам бар, бауырым бар, әкем бір жаққа кетіп қалған. Ол бауырыммен больницада жатыр айтпақшы. Бауырым ауырып қалған ғой. Короче, әпкем мен бармын. Бір кезде әпкем екеуміз магазинге. Мама айтады, тамақ істеуге желанием жоқ, ана роллтон әкеле салыңдар, шпикбон әкеле салыңдар. Потом әпкем екеуміз кетпейміз ба киініп. Менің жасым примерно 6-да, 6-5-те. Әпкем екеуміз барамыз. Келе жатамыз, бара жатамыз енді біз нә жерде тұрамыз? Магазин нә жерде? Қисығынан тұр магазин бар. Одан кейін 16 деген магазинге барамыз, мини-маркет. Сол жерде роллтондардың түрі бар. Барамыз. Бара жатамыз, то есть татуарда кетіп бара жатамыз. Былай бізде ұзақ татуар бар. Сол жерден өтіп бара жатпаймыз ба? Одан кейін бір қабаға бетіп түйеліп алған, бір атай келе жатады ғой, ойлаңдар. Бір кезде қолын қалтадан былай шығарып артымызда біз ақырын жүрсек, ақырын жүреді, біз тез жүреді. Біз жүгіріп кетсек артымызда. Одан кейін бір кезде қалтасынан алтын бір нәрсені шығарады, оны білмейміз. Айзира әпкем. Менің атымды білесіңдер, Айша, я. Бір кезде қалтасынан бір шығарады, сұр алтын, сұр, кәдімгідей андай алтын емес, сары алтын емес, сұр алтын шығарады. Біз қайдан зат? Осы видеоны одан білесіңдер ма? Осы видео